Так, бізде екі өлшемді массив файлды жіберіп қойдым сіздерге. Енді осы жерде мысалдар қарастырып көрейік, одан кейін тапсырмаларды орындап шығамыз. Екі өлшемді массив деген былайша айтқан кезде математика тілінде ол матрица деп атайды, математика терминінде. Программалауда көбінесе матрица дегенді қолдана береді, бірақ көбінесе екі өлшемді массив, үш өлшемді массив деген секілді, немесе көп өлшемді массив деген терминді қолданады. Енді негізінен біз екі өлшемді массивті қолданамыз. Қараңыздар, екі өлшемді массив деген массивтің ішіндегі массив. То есть Python тілінде ондай арнайы синтаксис жоқ екі өлшемді массивті құруға арналған. Бірақ Python тілінде list элементі бар, білесіздер. List элементі кез келген типтегі элементтерді сақтай береді. Естеріңізде бар, мысалы, допустим, L кез келген типтегі мысалы нақты сандар, бүтін сандар, символдар, сонымен қатар листтің ішіне басқа лист құруға болады, немесе картежді қоюға болады. Яғни кез келген типті листтің ішінде сақтай беруге болады. Демек, осы қасиетті пайдаланып, біз листтің ішіне лист құру арқылы массив құруға болады. То есть екі өлшемді массив құруға болады. Көріп тұрсыздар ғой, мынаның өзі бізде не? Лист элементі, то есть массив. Бірақ оның ішінде әрбір элементтің өзі массив болып саналады. Сонда бізде екі өлшемді массивті осылай құруға болады Python тілінде. Мысалы, қазір біз myList 1 дегенді құрдық, мұны экранға шығаратын болсақ, бізде просто былай шығады мұны. List, әрбір элементтің өзі бізде тоже листтен тұрады. Яғни тізімнің ішінде тізім. Және бұл жерде де біз кәдімгі индекс қолдана береміз. Қараңыздар, мысалы 1 десек, бізде не шығады? 4, 5, 6, яғни екінші элемент шығады, индексі 1, демек ол екінші элемент. Екінші элемент бізде не болып тұр? Өзі массив болып тұр. Сондықтан ол жерге біз екінші индексті қолдануға болады бұлай. Мысалы, myList 1, сосын 0 дейтін болсақ, демек, мынау тізімнің ішіндегі индексі бірінші элемент, және 0 дейтін болсақ, оның ішіндегі 0-ші элемент, 4. Сонда қараңыздар, бізде екі индекс қолданады екенбіз. Нақты бір элемент, яғни нақты бір мәндермен жұмыс жасау үшін біз уже екі индекс қолданады екенбіз. Біріншісі бұл ішкі массивті анықтайды, яғни ішкі тізімді анықтайды. Екінші индекс уже нақты элементті анықтайды. Мысалы, 1-де 1 десек, бізде 5 шығады, себебі бізде бірінші элемент бұл мынау, оның ішінде бірінші элемент бізде 5. Яғни индексі 1-ге тең элемент бұл бізде 5. Бұл жерде бір өлшемді массивтің ерекшелігі, бұл жерде екі индекс қолданады. Яғни бір элементтің орнын көрсету үшін біз екі санды қолданады екенбіз. Бір өлшемді массивпен жұмыс жасаған кезде біз тек қана бір ғана индекспен жұмыс жасадық. Себебі сол бір ғана индекстің көмегімен сол элементтің орнын көрсеттік. Ал екі өлшемді массивте біз екі индекс қолданамыз. Біреуі қай қатарда екенін көрсетеді, екіншісі қай бағанда екенін көрсетеді. Мына жерде қатарды I деген айнымалының көмегімен көрсетіп тұр, ал бағанды J деген элементпен көрсетіп тұр. Яғни біз массивті жазамыз, қай қатардағы элемент екенін көрсетеміз, сосын қай бағандағы элемент екенін көрсетеміз. Яғни орнын көрсету керек. Сол себепті енді екі өлшемді массивпен жұмыс жасаған кезде біз енді екі индекс қолданамыз деп айттық. Демек, сол екі индекспен манипуляция жасаймыз. Бір өлшемді массивте біз тек қана бір индекспен жұмыс жасаған болатынбыз. Көп жағдайда бұл бізде екі цикл, яғни вложенный цикл, яғни кіріктірілген цикл арқылы жүзеге асырылады. Мысалы, жаңағы массивті көрейік, қараңыздар. myList деген массивті біз экранға шығарғымыз келсе, яғни онда біз бұлай жасаймыз. Бірінші сыртқы циклды қолданамыз. Бұл сыртқы цикл бізде қатарлы элементтермен жұмыс жасайды. Неге екенін қазір түсіндіремін.
ал ішкі цикл бізде бағанмен жұмыс жасайды. Неге қатар, неге баған деп айтып жатырмын? Себебі қараңыздар, сыртқы цикл бір рет өзгерген кезде ішкі цикл не істейді? N рет өзгереді. N деген сөз массивтің көлемін айтып жатырмын. Мысалы мына жерде бізде 3-те-3 массивін құрып жатырмыз, яғни 3-те-3 матрицасын, яғни 3 қатардан 3 бағаннан тұрады. Біздің сыртқы циклымыз мысалы i тен 0-ге тең болған кезде ішкі цикл не істейді? Барлық итерацияны орындап шығады. Ж тен 0, ж тен 1, ж тен 2 деп. Одан кейін ішкі цикл жұмысын аяқтағаннан кейін сыртқы цикл i тен 1-ге тең болады уже. Уже ол келесі итерацияға көшеді. Ж не істейді? Қайтадан бастапқы мәнге келеді, 0-ге тең болып. Сөйтіп ішкі цикл қайтадан бастан орындалады. Получается бізде қараңыздар, индексіміз мына жер i, мына жерде g деп көрсеттік, иә? Сонда біз қатар деп атқанымыз, мынау i деп бізде не істеп жатырмыз? Яғни бірінші индекс бар уақытта қатарды көрсетеді. Сол себепті мен сыртқы цикл қатарға жауап береді деп жатқанымыз сол. Ал g, мына жерде g деп көрсетіп тұрмыз, ол екінші индекс. Екінші индекс бізде бағанды көрсетеді. Сондықтан біз қазір не істеп жатырмыз? G-ді бағанға жауап береді деп айтып жатырмыз. Яғни ішкі цикл бағанға жауап береді. Яғни мынау бағанмен жұмыс жасайды, ал сыртқы цикл қатармен жұмыс жасайды. Сұрақ бар ма осыған қатысты? И главное, осы жерін түсінсеңіздер болды, басқа жағы просто деталь. ағай не үшін екінші қатарда 4, 5, 6 деп тұр? Не үшін 1, 2, 3 деп қайталану керек емес па негізі? Иә, қайталанады, қараңыздар. Давай, мына жерді просто былай істеп көрейікші мұны. Просто мен variables деп шығарып көреймін. Как variables басынан шығып кетті ғой бізде. Бұдан көрсетемін. Қара мына. Сұрағың сенің былай түсіндім мен. Не үшін бірден бастамадық деді ма, қалай дедің? Анау екінші қатарда 4, 5, 6 деп тұр ғой. Ол қайталану керек емес па? 1, 2, 3 деп. Сосын үшінші қатарда тоже 1, 2, 3 деп қайталану керек емес па? Иә, қайталанып тұр ғой, себебі неге? Мынау нөлге айналдырып тұр ғой басынан бастап. Міне, мына жерде көрейік, қара. Просто ручка қағаз алып алыңдар. Түсінікті болады қазір міне. i тен 0, иә? Мына жерде міне қазір давайте былай жазып көрейік. Мына жерге мен қазір просто бөлек сызып көрейін. i тен 0 болып тұр міне, қара. И условияны тексереді бізде. Условияны тексереді. Условие бізде i кіші 3 не береді бізде? True ғой. True береді. Все, цикл бізде не істейді? Ішке кіреді деген сөз. Енді g тен 0 болып тұр. G тен 0. Сөйтті не істейді? Енді g-ді тексереді. 3-тен кіші ма? Кіші ғой. Демек, true болып тұр. Демек, арғы цикл жалғастырады. Яғни ішкі цикл енді өзінің денесін орындайды. Бізде print не істеп тұр? Print бізде my-list бір ғой. 0-де 0 элементін шығарып тұр. 0-де 0 түсінікті ғой, бізде 0-де 0 мынау, иә? 0-де 0. Немесе былай көрейікші мұны яқтан. Мынаны copy paste алайық. Так, 0-де 0 бізде қайсысы? Мынау 0. Екінші 0 бізде не көрсетеді? 1-ді көрсетеді. Все, 1-ді экранға шығарды. Солай ғой, иә? Енді арғырап не істейді? G өседі. G енді 1-ге тең болады. Сөйтті қайтадан не істейді?
жиді тексереді. Бір бізде кіші үштен. Солай ғой. Демек, бізде не істейді? True болады. Мына жерде 0 кіші үштен десек. True болады. Демек, қайтадан орындалады. И бізде print не істеп тұр? My list. I бізде 0-ге тең, ол өзгерген жоқ. Мына жерде G 1-ге тең болады. Демек, бізде мынау екінші элемент шығады. Дұрыс қой? 0-де 1. Енді G тағы да өседі. 2 болды. 2 кіші 3 дейді бізде. True ғой. True. Демек, тағы да орындайды. И ол не істейді бізде? Тағы да print шығарады. My list. Мына қараңыздар. My list 1. 0 өзгерген жоқ. Себебі ол I жауап береді. I әлі өзгерген жоқ. Мынау 2-ге тең. Так, 0-де 2, бізде 0 мынау. 2 бізде қайсысы? 3. Все, 3-те экранға шығарды. Енді келесі 3 кіші 3 дейді. False қой. False. Все, не істейді? Мынау цикл жұмысын аяқтады. While жұмысын аяқтады, уже бітті. Келесі print бізге жаңа жолға көшіреді. I тең қаншаға тең болады? I енді 1-ге тең болады. Солай ғой, сөйтті, ол не істейді? Мынау шартты тексереді. 1 3-тен кіші ма деп тексереді. Мынау бірінші цикл бітті енді. Екінші цикл кетті. 1 кіші 3-тен ба? True. Демек не істейді? Денесін орындайды. Так, біздің денеде не бар ол? Қайтадан G тең 0-ге тең болады. G тең 0-ге тең болады. Шартты тексереді. 0 3-тен кіші ма? Так, true болады. Демек, ішкі цикл өзінің денесін орындайды. Мынаны қайтадан орындайды. Получается, мынаны уже қайтадан не істейді? Қайталап шығады. Единственный айырмашылығы print уже I уже 1-ге тең болады. Давайте қайталап шығайық. Print my list. Мынау 1-ге тең болады, мынау 0-ге тең болады. Түсінікті, иә? Потом G тең 1-ге тең болады. Өседі. И қайтадан шарт тексереді. 1 3-тен кіші ма? True болады. И print не істейді? Мына мен copy жасайын. 1-де 1-ді шығарады. И қайтадан G өседі, 3-ті салыстырады. И қайтадан не істейді? Мынау true болады. Мынау 2 болады. Тағы да орындалады. И ең соңында 3 кіші 3 дей алады. Мәде түсінікті болған шығар. И false болады. Мына жер false болады. И екінші цикл бітті уже. Екінші итерация бітті. И бізде не істейді? Ішкі цикл аяқталды. I тағы да өседі. I бізде енді 2-ге тең болады. 2 кіші 3. Кіші 3. И тура мынаны тағы қайталап шығады. Мынаны тура қайталап шығады. Единственный айырмашылығы мына жерде 2 болады. Сондағы анау массивтің элементтерін шығарып тұрған да мұнда. My list 1 деген. Мен былай ойлаппын ғой, I көбейіп жатыр деп ойлаппын ғой. 0 1 I онсыз да көбейеді, бірақ I шектеулі ол да. 3-тен асып кетуге болмайды. Сразу біз массив элементтерін беріп жатырмық деп ойлаппын да. Қазір мен просто массив элемент сразу бере салдым. Қазір қалай құру керек екенін тоже көрсетемін. Түсінікті ғой, Түсінікті. Так, енді қараңыздар. Мына жерде тек while мен жасадым. Тура сол есепті енді range бен жасап көрейік. For range бен.
яғни мына жерде нөл үш деп берсек те болады әрине, былай үш деп берсек онсыз да нөлден басталады. Иә, бұл жаңағы for циклын пайдаланамыз және range'ді пайдалансақ мына осылай жасауға болады. То есть мына таза whileмен жасадық, мынау for range'пен. Енді мынау келесісі тоже for range'пен, просто мына жерде не істедік біз, массивтің көлемін бердік. Сонда біз кез келген массивті беруге болады деген сөз. Кез келген матрицаны, матрица деп айта берейін. Кез келген матрицаны бере беруге болады. Так, мына жерде айырмашылық жоқ, айырмашылық тек қана мына жерде біз ұзындығын анықтадық, болды. Енді қараңыздар, негізі for циклын былай қолданған дұрыс. Себебі былай range деп қолданатын болсақ, бізде ол while'дан ұзаққа кетпейміз. На самом деле while'ды просто не істеп жатырмыз? While'дың бір түрін ғана қолданып жатырмыз, сәл ықшамдау түрі ғана. Негізі циклді былай қолдану керек, иә. Қараңыздар, мына жерде бізде массив MyList бізде массив, бірақ әрбір элементтің өзі тоже тізім, иә. Сонда бізде мынау I неге тең болады? Әрбір итерация сайын бір элемент алады ғой. I-дың өзі бізде массив болып саналады, яғни ішкі массив, иә. Ал мына жерде G енді сол ішкі массивтің ішіндегі элементтерді оқитын болады. Егер мынаны орындайтын болсақ, бұл да тура мынау кодтарды қайталап шығады. Сонда for циклын қолданатын болсаңдар, лучше осылай қолданған дұрыс болады да. Негізі дұрысырақ. Енді қараңыздар, массивті қалай құрамыз енді, екінші массивті. Бірнеше жолы бар. Қараңыздар, мына бір жолы бізде мысалы 10 элементтен тұратын массив құрғымыз келіп жатыр. Кездейсоқ сандармен құрылған. Ол үшін біз тағы да екі цикл жіберуіміз керек, яғни бір циклдің ішіне екі цикл. Алдымен не істейміз? Бір уақытша тағы да бір лист құрып аламыз. Мысалы мен temp деп құрдым, temporary, яғни уақытша құрылған массив. Бұл бізде массивтің, то есть тізімнің ішіндегі тізімді анықтайды. Яғни әрбір қатарды анықтайды, мынау бір қатарды анықтайды. Біз не істедік? Tempқа кездейсоқ санды салып жатырмыз, temp деген тізімге. Және ішкі цикл жұмысын аяқтап болғаннан кейін не істейміз? Бұл құрылған тізімнің өзін біз не істейміз? A деген тізімге салып жібереміз. Түсінікті ғой, иә? Яғни бізде негізгі екі өлшемді массивіміз мынау. Құруымыз керек. Әзірге бос элемент. Біз олай істеу үшін екі цикл жібереміз. Сыртқы және ішкі. Ішкі циклдің міндеті бұл әрбір қатарды не істеу керек? Формировать ету керек. Әрбір қатарды құрып шығу керек. Сосын бұл әрбір қатарды не істейді? A-ға салып қояды. Осылай құрудың бір жолы бар. Екінші жолы, экранға шығарды ғой мынаны мақұл. То есть мына жерде массивті құрды, мына жерде просто экранға шығардық. Не үшін мен мына жерде 2 деп беріп жатырмын? Себебі кейбір элементтер 2 санынан тұрады. Сол үшін ғана. Егер қазір мен былай жазбасам, так, менде мынандай ығыс кетеді. Сол себепті ығыспау үшін екі сан сияқтындай орындарды қалдырып істеп жатырмын. Мынау түсінікті ғой? На самом деле бұл ыңғайсыз. Бұлай көп құрмайды негізі. Бірақ фундаментальный негізі осы түсініктірек. Негізі көбірек мынаны қолданады, иә? Помните, list comprehension дегенді өткенбіз. Бұл жерде қараңыздар, екі list comprehension құрасыңдар. Иә?
мынау сыртқы и мынау ішкі. Яғни сыртқы цикл бір рет орындалған кезде, мынау бір рет орындалған кезде, то есть мынау бір рет орындалған кезде, көріп тұрсыздар ғой. Ішкі цикл бізде не істейді? N рет орындалып шығады. Получается, мынау ішкі цикл бізде бір қатарды құрып жатыр. Бір қатар элементтерді сформировать етіп жатыр. Түсінікті, иә? Енді бұл қалай құрады? Главный біздің циклымыз n рет орындалу керек. Егер біздің матрицамыз n да n болатын болса, онда не істейді? N рет орындалу керек мынау ішкі цикл. Сол кезде біздің элементіміз рандомный n рет санды шығару керек. Бұның нәтижесінде бізде не пайда болады? Лист пайда болады. Бір тізім объектісі пайда болады. Ал сыртқы цикл үшін мынаның бәрі жай үшін бір өрнек болып қалады. Бір өрнек болып қалады. Получается, мынаның нәтижесінде бізде мысалы не пайда болады? Какой-то бір массив пайда болады мысалы. Так, мына өрнек түсінікті ма? Себебі біз осы өрнекті жиі пайдаланамыз қазір. түсінікті. Так, экранға шығарып көрсек, бізде тура не істеп жатырмыз. Так, бірінші мысалды көрейік, иә. Бірінші мысалда бізде матрица элементтері n қатардан және m бағаннан тұрады. Екеуі бірдей емес. Яғни n және m элементтен тұрады. Осы массив элементтердің қосындысын табу керек. Алдымен не істейміз? n мен m-ді енгізіп аламыз. n қатар және m қатар, то есть m баған. Потом массив элементтерін кездейсоқ сандармен толтырамыз. Мынау бізде бағанға жауап береді. Мынау қатарға жауап береді, мынау бағанға жауап береді. Элементтерді экранға шығарайық, просто мұны. Просто экранға шығарамыз. Енді элементтер қалай қосамыз? Бұл жерде бір өлшемді массивтің ерекшелігі, біз екі индекс пайдаланамыз. Айырмашылық осы ғана. Сол үшін біз не істейміз? Екі цикл қолданамыз. Сыртқы және ішкі циклды. Яғни бір цикл бізде бір индекске жауап береді, келесі цикл бізде екінші индекске жауап береді. Яғни біз екі индексті өзгертіп отыруымыз керек та. Мысалы, i-тен 0 болған кезде g не істеу керек? 0, 1, 2 деп өзгеру керек. Потом i-тен 1 болған кезде g қайтадан 0, 1, 2 деп өзгеру керек. Сонда біз бүкіл элементтерін бәрін осылай қосып шығады екенбіз. Яғни массив мына жердегі алгоритмнің орындалу реті былай. 0, то есть 0-де 0, 0-де 1, 0-де 2, 0-де 3, 0-де 4, осылай кете береді. Потом қайтадан 1-де 0, 1-де 1, 1-де 2, осылай орындалады. Потом қайтадан 2, 2-де 0, 2-де 1, 2-де 2, 2-де 3, 2-де 4. Потом 3-де 0, 3-де 0, 3-де 1, 3-де 2, осылай орындалып шығады. Орындалу реті осылай жүзеге асады. Енді қараңыздар, тура осы есеп, просто енді баған бойынша қосу керек. Енді бізде мынау әрбір баған элементтерін қосып шығуымыз керек. Так, мынаның бәрі қайталанады. Алдыңғы кодтан ешқандай өзгеріс жоқ. Өзгеріс тек мына жерде ғана. Біз сумды мына жерде просто не істеп жібердік? Циклдың ішіне кіргізіп жібердік. Алдында циклдың несіне сыртында тұғым, себебі ол барлық элементтің суммасын табу керек болатын. Ал мына жерде тек баған элементтерін ғана. Ал бағанға бізде не жауап береді? Ішкі цикл жауап береді. Мына жерде бізде не өзгеріп жатыр? G ғана өзгеріп жатыр ма? То есть бізде қара, баған 0 болып тұрады, мысалы. Мына жерде 0,
То есть нөлден нөл, бірден нөл, екіден нөл, үштен нөл. Сонда бізде тек қана қатарды көрсететін бірінші индекс қана өзгеріп жатыр. Түсінесіздер ғой, иә? Мынау индекс қана өзгеріп жатыр. Сол себепті мына G-ді не істеп жібердік біз? Бірінші индексті көрсететін қойдық. Яғни ол қатарды көрсетеді да. Маған бізде не тоқтап тұр, міне нөл болып тұр. Тек бірінші индекс өзгеріп жатыр. Нөл, бір, екі, үш, төрт деп. И каждый раз ол сумманы тауып болғаннан кейін баған элементтерін тауыпты ғой, нәтижесін шығарады да, и келесі циклда қайтадан сумма нөлге тең болып тұрады. Сол үшін біз циклдың ішіне салып жібердік. ағай ол не үшін G 1 болып тұр, 0 болып тұр? Не үшін көбеймей жатыр? Орнын ауыстырып жазған соң ба? Жоқ, G көбеймейді, себебі жоқ, мына жері көбейіп тұр ғой, міне нөл, бір, екі, үш деп көбейіп тұр. Ай мая көбеймей тұр ғой. Ай өспей тұр, иә. Потому что ол не істейді? То есть ай бір рет өскен кезде G n рет өсіп тұр да, n рет өзгеріп тұр. Қараңыздар, мына жерде индекс деген вообще сан ғой бізде. Не обязательно мына жер ай, мына жер G деп аталу керек. Ондай нәрсе жоқ. Бізде қазір мына жерде, мысалы алдыңғы мысалда бірінші индексті ай деп бердік, екінші индексті G деп бердік. Солай ғой. Ал мына жерде керісінше беріп тұрмыз. Бірінші индексті G, екінші индексті ай деп. Себебі бізге бірінші индекстің өзгерген керек болып тұр. Просто индексіне қарайықшы мынаны. Нөлден нөл, бірден нөл. Қай индекс өзгерді? Бірінші индекс, иә? Екіден нөл, үштен нөл, төрттен нөл. Бірінші индекс өзгеріп жатыр. Так, мынаны көрейік міне. Нөлде бір, бірде бір, екіде бір, үште бір, төртте бір. Бірінші индекс өзгеріп жатыр, иә? Сол себепті мына жерде не істейміз? G деп белгілейміз. Себебі ішкі цикл не істейді? Жылдам өзгереді. Яғни сыртқы цикл бір рет орындалған кезде ішкі цикл n рет орындалады. Так, келесі мысалды қараңдар міне. Бұл жерде қатар бойынша қосып жатыр. Яғни мына элементтердің суммасын табады да нәтижесін шығарады. Потом мынаның суммасын табады, нәтижесін шығарады. Потом мынаның суммасын табады, нәтижесін шығарады. Бұл жерде қараңыздар, индексіне қарап көрейік, не өзгеріп жатыр? Бұл жерде екінші индекс өзгеріп жатыр, иә? Нөлде нөл, нөлде бір, нөлде екі, нөлде үш, нөлде төрт, осылай кете береді. Мына жерде бірде нөл, бірде бір, бірде екі, бірде үш, осылай кетіп жатыр. Бұл жерде сол үшін істедік. Бізде G жылдам өзгереді ғой, ішкі цикл. Сол үшін G-ді біз екіншіге оқып қойдық. Түсінікті ғой, иә? Келесі көшейік. Давайте енді тапсырма басталды, енді тапсырманы орындайық. Сонда общий қорытындылайтын болсақ, мынандаймен қараңыздар. Екі өлшемді массив бізде элементтерді көрсету үшін екі индекс қолданады екенбіз. Демек, біз осы екі индексті манипуляция жасауымыз керек. Яғни осы екі индексті көрсету арқылы біз элементтермен жұмыс жасаймыз. Сол себепті осы екі индексті біз параллельно, то есть екі индексті қатар өзгертіп отыру үшін біз кіріктірілген циклдарды пайдаланамыз, иә? Бір циклдың ішіне екінші циклды. Басты ерекшелігі осында. Так. Тура осы есеп, екі өлшемді массив берілген. Осы массивтегі нөлге тең элементтердің санын тап дейді. Давайте бірінші есепті просто көшіріп алсайық. Қайтып жазып жүрмей-ақ.
мына массив құрылды, потом массивті экранға шығарамыз, и мына жерде біз не істеуіміз керек? Мына бір кодты өзгертуіміз керек, иә? Мен аны былай өшіре салайын. ағай осы Нөлге есепте тең, мынау айта ә, бер. жаңа баған бойынша қостық қой. Қайсысы? Мгм. Аха, осы мына жерде самды бар ғой. Там бірінші фордан кейін қойсақшы, индексін өзгертпей. Бірінші I, сосын G деп. Былай ма? А, Былай ма? бірінші фордан кейін да, бірақ. То есть мына самды былай қою керек деп жатсың ба? Иә. G-ді қайтып өзгертесің. Білейін. Я I өзгеріп тұрады міне. Аха. G-ді өзгерту керек болады. Да, бізге қанша не табу керек? Массивтегі нөлге тең элементтердің санын табу керек, иә? Давайте бір айнымалы құрайық. Біздің айнымалымыз пусть counter болсын. Нөлге тең. Пока ешқандай нөлге тең элемент жоқ дейміз. Біз мына жерде не істейміз? Шарт құрамыз. Шартымыз мынандай болады. Егер біздің массив элементіміз, бізде екі индекс қолданамыз, ұмытпаймыз. Нөлге тең болса, онда не істейміз? Каунтерді бір санға арттыру керек дейміз. И мына жерде жауабымыз шығарайық, иә? Просто мынаның бәрін өшіре салайын. Каунтерді шығару керек болды. Так, бізде пусть 5 қатардан және 6 бағаннан тұрсын. Бізде ешқандай нөлге тең элемент жоқ екен. Себебі біздің нөлден басталсын. Қайтадан 5 және 10 болсын, иә? Бізде екі нөлге тең элементтер бар, бірақ біздің жауабымыз дұрыс емес. Себебі мен кішкентай әріппен жазып қойыппын, I деп. Так, 5 және 10 болсын. Екеуі нөлге тең дейді. 0, 1, 1, 2. Тағы тексеріп көрейік. 5 және 20 элементтен тұрсын, иә? 13 нөлге тең элемент бар екен дейді. Так, сұрақ болса қойыңыздар. Келесі есепке көшейік. Так, келесі есеп. Көрсе мен аяқтамаған сияқтымын. Ең үлкен элементті тап дейді. То есть, скорее мынандай nm екінші массив берілген, соның ішіндегі ең үлкен элементті тап дейді. Ол да тура осы есеп. Не істейміз? Тек мына жерді ғана өзгертеміз, иә? Так, максимум элементті мен былай істеп алайын. Максимум деп жазып қояйын. Ол бізде неге тең? Нөлден нөлінші элементке тең болсын. Егер біздің максимумымыз кіші болып қалса, I және J элементтен кіші болып қалса, онда біздің максимумымыз осыған тең болады.
Ну, бізде индексін жаттау керек деп жатқан жоқ, сол үшін индекске тиіспейміз. Единственное, не істеу керек, ең соңында максимумды шығару керек. Так, 5-те 10 болсын. Ең үлкен элемент бізде әрине 9 болады, иә. Так, мынаны мен сәл үлкейтейін. Осы 20 болсын. Және біздің экранға екі таңба алсаңдар ғой. Так, 5 және 20 болсын. Ой. 5 және 20 болсын. Ең үлкені бізде 20-ға тең екен. Мына жерде. Ну, түсінікті шығар, иә, себебі тура алдыңғы есепке ұқсайды. Массивті құрып аламыз, экранға шығарамыз, и мына жерде максимумды іздеп жатырмыз. Так, үшінші тапсырмаға көшейік. Мына бас диагонал деген мыналар міне. 1, 5, 9. Мынау бас диагонал. Мынау жанама диагонал. Так, осы бас диагоналдың элементтерін қосып керек дейді. Давайте мынаны копи пасталайық. Бұл да ұқсас. Индексті өзгерту керек болады. Так, 5-те 5 массив қор дейді. Сол үшін не істейміз? Мынау бізге керек емес. Или просто 5 деп құрайық салайық. 5, 5. Так, элементтер 1-ден 1 мен 10-ның аралығында дейді. 1 мен 10-ның аралығында. Енді қараңыздар. Бас диагоналдағы элементтер қалай өзгеріп жатыр? Мысалы, былай құрайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 7, 8, 9. Мынаның индексін қараңыздар. 0-ден 0. Мынаның индексі 1-де 1. Мынаның индексі 2-де 2. Яғни, бұл жердегі бірінші индекс пен екінші индекс 1 болып қалады екен. Яғни, мына жер I мен G не болады? Тең болады, иә? I мен G тең болып қалады. Суммасын табу керек деген ғой бізге. Демек, біз не істейміз? Егер бізде I мен G тең болып қалса, екі индекс тең болып қалса, онда біз не істейміз? Сум деген айнымалыға осы массивтің мәндерін, элементтерін жинақтаймыз. Негізгі условие осы. Бізде n-да не? Бізде 2-де 2, 3-те 3 болған кезде ма? Иә, 0-де 0, 1-де 1, 2-де 2, 3-те 3. Давайте тексеріп көрейік. Мына жерге біз не істеу керек? Сумды шығару керек. Мына 8, 1, 9, 14, 22, 26 шығу керек, иә? 26 дұрыс шығып тұр. Так, келесі есеп бізде жанама диагоналдың бойындағы элементтерді қосу керек. Тура осының копиясын алып алайық. Так, жанама элементтерді тексеріп көрейік, қараңыздар. Тағы да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 көрейік. Бізде жанама диагонал деген мыналар. 3, 5, 7 болып тұр. Так, мынаның индексін қараңыздар. 0-де 2. Мынаны қараңыздар. 1-де 1. Мынаның индексі 2-де 0. Не көріп тұрсыздар? Индекстердің суммасы өзгеріп жатқан жоқ.
То есть нөлде екі болып тұр. Иә, нөлде екі міне. Үштікі нөлде екі болып тұр. Мына жерде бестікі бірде бір болып тұр. Ал жетіңкі нөлде нөл емес, екіде нөл болып тұр, иә. Яғни общий суммасы өзгеріп жатқан жоқ. Сонда мына жерде шартты былай құруға болады да, міне. Екеуінің суммасы, міне, IG тең болады. Мына жерде қараңдар. Бізде 3-3 элементтен құралған. Ал бірақ бізде индекс бір санға аз болады. Бізде n-да n1 ғой бізде. Мысалы бізде 5-те 5. Минус 1 болады, иә. Екеуінің суммасы бізде n-тен 5 болады. Суммасы n-1-ге тең болу керек. Түсінікті ғой, иә, шарты. Так, тексеріп көрейік. Так, 8 қосу 2 10, 15, 17, 21. 21 шықты. Так, келесі есепке көшейік. Так, 5-ші тапсырма. Мынандай n массив берілген, тура жаңағыдай. Енді осы массивтің боялған аймағынан максимум элемент табу қажет. Біз жаңа тек не істедік? Диагоналдың бойындағы элементтерді ғана қостық, иә. А енді максимум элементті ізде дейді. Диагоналды плюс осыдан төменгі элементтердің бәрін қос дейді. Максимум тапқан кодымызды көшіре салайықшы. Бізде n, пусть n бізде n-ді енгізе салайық, мына жерде n-ді енгізейік. n бола қойсын мына жерде. Так, мына жерде n бола қойсын. Массив элементтер пусть бізде бірден 50-дің арасында болсын, мақұл. Бірінші элементті не істеп аламыз? 0-ден 0 деп аламыз. Иә, максимумды бірінші элементке тең деп аламыз. Сөйтіп ары қарай іздейміз. Енді қараңыздар, бізде барлық жерден іздемеуіміз керек. Қазір былай жіберетін болсақ, ол не істейді? Бүкіл матрицаның ішінен іздеп шығады. Бізге тек мынаның ішінен ғана іздеуіміз керек. Просто индексті сызып көрейікші міне. Индекс, то есть массив сызып көрейік, міне қараңыздар. Пусть сәл үлкендеу болсын. 4-те 4 қылайық. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10. Қайтадан бірден бастай берейін. 3, 4, 5, 6, 7. Мына индекстерін көрейік. Мынау бізде 0-ден 0, 1-де 1, 2-де 2, 3-те 3. Енді мынаның индексін көрейік. 1-де 0. 1 мен 0-ді салыстырыңыз, қараңыз. 1 бізде үлкен болып тұр, иә? 2-ден 0. Тағы да үлкен болып тұр. Бірінші индекс. Мынаны салыстырайық. 2-де 1. Бәрі бірінші индекс үлкен болып тұр. Қайда кетіп қалды?
хомды басып жібердім ғой. Мынаны салыстырайық. 3-те 1, бірінші индекс үлкен болып тұр, иә. 3-те 2. Получается, біз шарт қоюға болады екен. Қандай? Егер егер бізде I, мынаны өшіресіз сақталады. Ішкі цикл жаза салайық. Егер бізде I үлкен болса, G десек, мына жерге тенді ұмытпаймыз. Диагоналды да қосуымыз керек. Егер осы шартты осылай қойсақ, сонда бізде мына төменгі элементтерді білдіреді. Төменгі элементтерді. Иә? Осындай болса, біз не істейміз? Максимумды іздейміз. Тексеріп көрейік. Бізде мысалы 5-те 5 бола қойсын. Так, 38 дейді. Давай экранға шығарған кезде мынаны сәл былай өзгертіп шығарайықшы біз. Біз қай жерін іздеп жатқанын білу үшін былай істейік. Үш элементтен тұрсын. Мына жерге жұлдызша қоя салайық. Бір элемент. Тоже үш элементтен тұрсын. Мына жерге 2 пробел қояйық. Так, мынаны пока бізге керек емес деп көрейік. И мына жерге просто print жасап көрейік. Так, осылай істеп көрейік. Мысалы 5 болсын. Мына жұлдызшаның біз қай жерін іздеп жатқанымызды көрсетіп тұр. Жұлдызшаның ішінен іздеп жатырмыз, иә. Мына жерде 48 бар екен, максимум элемент. Яғни максимумды біз мына жұлдызшамен белгіленген элементтердің ішінен іздеп жатырмыз. Түсінікті ғой, иә? егер ағай анау else дегенді алып тастаса, только жұлдызшамен белгіленгендер шыға ма? Иә, аналар шықпай қалады. Мынаны алып тастасақ. Мына жерде ағай үш не үшін керек? Мына индекс. Үш па? Иә. Просто мен қосымша жұлдызшаны шығарып жатырмын ғой. Сол үшін үш орныңды белгіледім да. Ну, давай даже 2 десең де қате шықпау керек. 2 десең де. Просто мен анау 1-де 20 деп жатырмыз да, 50 деп жатырмыз, 50. 2 цифрға орын беріп жатырмын да. Еще жұлдызшаны яқтан қосып жатырмын ғой. Проблема болмау керек, қазір көрейік. Ешқандай проблема жоқ вроде. Үшеу деген сәл әдемірек болатын шығар. Даже 4-еу десе тіпті әдемі болады. В смысле, кеңдеу болады. Яғни 4 орын бөлінеді да мына жерден. Мына жерден онсыз да бір пробел бар. Бір орын, 2 орын, 3 орын, 4 орын. Осылай бөлініп тұр ғой негізі. 4 орын. Давайте келесі есепке көшейік. Мына бізге керек болады. Так, 6-шы есепте енді бізде төбе жақта.
тура жаңағы кодпен бірдей. Айырмашылығы не болу керек? Мынау өзгереді, иә? иә Неге? Себебі мына жерде G элементтері уже үлкен болып кетеді да. Бағаны үлкен болып кетеді. Тексеріп көрейік мұны. 5 элементтен тұрсын. Яғни жоғары жақтан іздеп жатырмыз. Түсінікті ғой, иә? Есім мына шартты өзгерттік. Так, келесі есеп бізде. Енді мына былай қарап. Тоже мына копи-паст болады. Мына жердегі шартты өзгертуіміз керек, иә? Помните, былай сызған кезде бізде қандай болатын еді? Давайте сызып көрейік. 1, 2, 3, 4 бола қойсын тоже. 5, 6, 7, 8, 9, қайтадан бірден бастайық. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бізде мына жер жаңа I плюс 1 дедік, иә? Екеуінің суммасы өзгермейді деп қарадық. I плюс 1 тең болады N минус 1-ге дедік. Ал мына жерде қанша болады екен? Индексін көрейікші мұны. Индекс бізде бұл 0-де 2. N минус 1-ден кіші болады ғой. То есть 3-тен кіші болып тұр ғой. Мынанқы кіші болып тұр. Мысалы, мына жерді алайық. 1-де 1 болып тұр. Қосындысы 2 болады. Ал N минус 1 бізде қазір 3 болып тұр. 4 минус 1, 3 болып тұр. 3-тен кіші. Демек, шартты былай істеуге болады, иә? N плюс G. Жаңа диагонал болған кезде біз былай істегенбіз. Біз енді былай не дейміз? Кіші болса деп айтамыз. N минус 1-ден. Жасап көрейік мұны, көрейік. 5. Яғни біз мынау жұлдызшамен белгіленген аймақта іздеп жатырмыз. Түсінікті ғой, иә? Так, келесі есепті көрейік. 8-ші есепте мұны. Тура соның қарама-қарсы есебі. Демек, шартты не істей аламыз? Өзгертіп жібереміз ғой. Түсінікті деп ойлаймын. Так, енді мына есепті қарайық. Бұл шарты сәл күрделірек. ағай бір Тоже код сома. жазайықшы. Ау? бір код жазайықшы деймін. Копи-паст жасайық бәрінде. Копи-паст па? Енді ұқсайтын есептер ғой бәрі. Так, мына жерде шарт сәл күрделірек болады, қараңдар. Бұл жерде уже бірнеше шартты біріктіру керек. Может, сіздер подсказка жасасаңыздар. Мына жерде қараңдар. Иә? Главный диагонал ма? Жанама диагонал, вернее. Мынау главный диагонал. Мына жерде главный диагоналдан жоғары жақта тұрған элементтер. А мына жерде жанама диагоналдан жоғары жақта тұрған элементтер. Қалай ойлайсыздар, шартын қалай құрастыруға болады? Қиын екен ағай бұл. На самом деле қиын емес, қараңыздар. Просто мына жер жоқ деп санайықшы, мына бір элемент жоқ деп санайық. Тек мынау бар деп ойлайық. То есть алдыңғы есеп шығардық қой біз. Мынау ғой міне. Мынау. Помните, I кіші G, иә?
осы условие, бір шарт, осы орындалу керек. Және мына шартты орындауымыз керек. Мынау бізде қандай еді? Мынау шарты мынау тұғын. Осы екі шарт бірдей орындалса ғана деп қойсақ шартты, сол кезде осы екеуі орындалады. Давайте көрейік, көп сөзден гөрі. Осындай ме да? Наоборот, бізде мына жақта кіші еді ғой, иә, дұрыс. Кіші. Және, иә, I кіші немесе тең болса G-дан деп. Мына жақта G үлкен том. Бір тексеріп көрейік, біздің предположение дұрыс па екен. 5-те 5 бола қойсын. Тек жоғары жақ кетті, иә. Міне, қазір оны былай істеп көрейік. Міне, просто мынаны алып тастайық. Иә, вроде дұрыс. Міне, дұрыс. Енді мынаны алып тастайық. Мынаны тексеріп көрейік. Вроде бұл да дұрыс. Так, демек, мына жерде қосымша шарттар қосу керек екен. Тең болмау төрт керек шарт деп. қосамыз ба қай сонда? Тағы да, иә. То есть мынау бізде, допустим, мынау болса, міне, үлкен болу керек, бірақ мынадан асып кетпеу керек деген секілді. Себебі тек екі шарт қоса салсақ, бізде условиеміз жетпейді екен. Тек бұлай болып қалды. Ағай, онда анау n-1 дегенді алып тастаймыз ба? Жоқ, бұл true керек, потому что просто осыған тағы бір шарттар қосу керек. Мысалы, мына шартты қосып көрейік. I кіші G болса, I Бізде кіші G мынау жоғары жағындағысын шығарып жатыр ғой. Бізде екі жанындағын шығару керек емес пе? Жұлдызшамен. Давай былай істеп көрейік. Мынаны алып тастап көрейік та. Просто біз қазір единственный мынаны ғана шығарып көрейікші, міне, осы ғана. Иә, қазір I дейін G десек, бізде қазір түгел полностью шығарады. То есть полностью шығарып тұр. Осын біз тек нараға үшін ғана шығарып көрейік. Мыналар шығармай. Так, қандай шарт қойсақ болады? Мыналар мына қосылмау керек. Мынау да қосылмау керек, мынау да қосылмау керек. I үлкен десек тағай. I үлкен немесе тең G-дан. Керісінше. Қара, бұны былай қоюға болады екен. Помните, мынандай бір не бар еді ғой? Мына диагоналдың жоғары жақ деген. Мынау қазір бізде бір диагонал ғой. Осының жоғары жақ болмау керек десек.
міне былай істесек, ай кіші болса десек, мынау бізде жанама диагонал ма? Жаңа қалай істеген еді? Жанама плюс g кіші немесе тең n минус 1 дедік па? Осының төменгі жағы десек. Давайте осылай көрсек міне. Мынау шықты ғой уже, иә? То есть мынау шықты уже, иә? иә, екінші жағын шығару керек. Иә. Значит, ары қарап мынаны бүйтіп былай істеуге болады. Or дейміз де, екінші шартты қоюға болады уже міне. Екінші шарт. N демейміз ай. Орны. Тура осының копиясы ғой, былайша айтқанда, иә? Тек қарама қарсы знакта. Сондай емес па? N емес бағай орма не? Қазір бір эксперимент жасап көрейік, потому что менің ойымша осылай болады. Шықты ғой, иә? Шықты ай. То есть біз не істедік қарас? Просто былай ойладық та міне. Мынау ма бізде главный диагонал міне. Түгел шығарып тұр ғой. Бізге тек бір бөлігін ғана шығару керек тұр. Ал бір бөлігі ол бізде не? Жанама диагоналдың төменгі бөлігі екен. То есть екі шартты қанағаттандыратындар. Яғни мынаған төменгі жататын, мынаның жоғарысына жататындар. Екі шартты да қанағаттандырса, онда осы жер ғана шығады екен. Иә. Мынау есепте тура сондай болып шығады, значит. Копиясын аламын. Не үшін Бұл жерде ортасында? Давайте сіздер жасап көріңіздер енді қазір осы жерде. Ортасындағы не үшін or болып тұр? Or деген ба? То есть или мынау шарт орындалу керек, или мынау шарт орындалу керек қой. То есть мына жерде алатын болсақ міне. Біз қазір тек қана әнді дейтін болсақ, барлық шарт қанағаттандыру керек. Бізге қазір или мына шартты қанағаттандырса, или мына шартты қанағаттандырса болды, шығарамыз деп тұрмыз. Давайте мына кодты мен сіздерге жіберейін. Попробуйте қазір эксперимент жасап көріңіздер. Жаңа ағай, мынау I плюс G үлкен немесе тең N минус 1 деген кезде уже жоғары жағы шыққан еді да. Оны жазып. Былай істеп көріңіздер, мынаны условияны просто бір жерге көшіріп қойыңыздар да ішін. Мынаны былай өздеріңізге көшіріп қойыңыздар бір жерге. Мына жерге мысалы. Сөйтіңіздер де жай просто эксперимент жасап көріңіздер. Әрқайсысын жеке-жеке алып алып. Әрқайсысын жеке-жеке алып көріңіздер. Мен қазір осылай істесем, мысалы мен не шығып тұр, жанама диагонал болса міне, маған қазір жоғары жағын шығаруым керек дейсің, иә міне, жоғары жағын. Так, жоғары жағы деген сөз бізде ол n-1-ден кіші болып тұрады деген сөз. Кіші болады деген сөз. Иә міне, былай шықты міне. Енді сен осыған қосымша шарт қою керексің. Міне, мынаның бәрі шықты қазір. Мынау да шықты, мынау да шықты, мынау да шықты. Енді шектеу керексің қайсысымен? Мынамен шектейсің, иә? Или мынамен шектейсің. Мынау диагоналмен шектейсің. Бұл диагоналдың шарты I егер кіші болып қалса G-дан, ол төмен болып кетеді. Керісінше шарт болса жоғары болып кетеді.
давайте 5-10 минут эксперимент жасап көріңіздер. ағайын ау, дайын код қой біз. or деп тұр ғой, сол екі жағындағы шарттың орнын ауыстырсақ қалай болады? Айырмашылық жоқ. То есть орда әйтеуір біреу true болса болды. Или мына жақ true болса болды, или мына жақ true болса болды, орындала береді. То есть мына жерге не істейсіздер? And дейсіздер да мына. And и бір шарт қою керек. Бұл шарт, мысалы мынау диагонал бізде. Мына элементтерді шығару үшін біз қандай шарт қоятын едік? Мысалы I кіші тен G деп көрейік мұны. Эксперимент көрейік мұны. Төбесі шықты, көрдіңіздер ғой. Енді астыңғы жағын ойластыру керек. Бұра жаңағыдай істейсіздер, иә? Or мынаны мен просто алып қоя салайын эксперимент жасау үшін. Мыналарды қайтып шығарамыз. Мынау мының төменгі главный диагонал. Егер главный диагоналда мен қазір I элемент кіші немесе тен G десем, ой, керісінше. Міне төменгі жағы шықты. То есть төменгі жағы шығып тұр, мыналар да шығып тұр міне. Енді оны не шектеуім керек, иә? Жанама диагоналдың төменгі бөлігі деуім керек. Көрейік. Шықты, иә, вроде. Енді мына условияны екеуін біріктіре саламын. Мыналардың іштен іздеп жатыр. 50-ге тең екен, иә? 50 мынаған тең. Қарап тұрсақ, просто біз не істеп жатырмыз? Біз мынау іздеп жатқан шартымыздың бәрі жай әшейін I мен G-ден манипуляция жасау. Бар жұмысымыз сол жатыр тек қана.
себебі I мен G-ді манипуляция жасау арқылы біз мына жерде не істеп жатырмыз, массивтің элементіне доступ алып жатырмыз. Себебі I и G екі индекс арқылы доступ аламыз матрицада, екі өлшемді массивте. Иә, үш өлшемді массив болса, уже үш индекс совсем қиын болып кетеді. Төрт өлшемді болса ше, там төрт цикл қолданып жұмыс жасауға тура келеді. ағай мұнда ор не үшін тұрғанын түсінбей жатырмын. Ор ма? Иә, біріншісі Ор орындалушы просто еді. айтып тұр. Иә, мына біреуін ғана жасап қояйық, мына қарам. Бір шартты жасасақ, тек бір бөлігі шығып тұр да, міне. Бір бөлігінен ғана біз іздеп жатырмыз міне. Мгм. Егер орды қоссақ, екінші бөліктен де іздейміз деп тұрмыз ғой, екінші бөліктен де. Иә, қазір әнді десек вообще ешқайсы шықпай қалады ол бізде. Түсінді ма? Полный шығып кете ма, жылы шығып қалады. Әнді болса. То есть, и мынау шартты қанағаттандырса, или мынаны қанағаттандырса болды деп тұрмыз ғой. Онда ізде деп тұрмыз. Түсінесіңдер ғой, иә? Екеуін біреуін қанағаттандырса болды. Себебі біреуі төменгі жақта үшбұрыш болып тұр, екіншісі жоғары жақтағы үшбұрыш болып тұр да. То есть біздің іздейтін аймағымыз не жоғары жақтағы үшбұрыш, немесе төменгі жақтағы үшбұрыш деп жатырмыз ғой. Немесе төменгі жақтағы үшбұрыш. Немесе деген сөз екеуін біреу орындалса болды деп тұрсың ғой. Шарт сонда қанағаттандырса болды. Енді түсінікті ма? Түсінікті ағай. Все, біздің сабағымыз аяқталды бүгінгі. Барлық есеп шығардық па ағай? Иә, 10 есеп қой бар жол. ағай мына жерде екеуінен бөлек максимум іздеу үшін ана нені бөлеміз ғой просто, иә, нені индекстерін бөліп сөйтіп максимум табамыз ғой, иә. Иә, қараңдар, просто мына бір шартпен қай жерден іздеу керек екенін шектеп аламыз да, индексті. Сосын барып максимум іздеп жатырмыз ғой. То есть мына жерде уже то есть мынау шарт былайша айтқанда фильтрация жасап жатыр да. Барлық жерден ізде деп жатқан жоқ. Тек осы шартты қанағаттандыратын индекстердің ішінен ізде деп тұр адам. То есть мынау шартты қанағаттандырмаса, ол жерде максимумды іздемейді. Не үшін бізде 48 шығып тұр, максимум? 48 ба? Обнайт етесіз ау деймін қайтадан. Мына жақта 48 ғой міне просто. Қазір мен жаңағы кесіп тастап барып істедім ғой. Мысалы 46 мына жақта тұрмын. Дұрыс.